Қарағанды көмір бассейнін дамытудағы арнайы қоныстанушылардың рөлі. Бір 1930-1940 жылдар аралығында орталық Қазақстанның ауыр өнеркәсібі ірі алыптарының бірі Қарағанды көмір бассейні болды. Оның құрылысы 1920 жылдардың аяғы мен 1930 жылдардың басында басталды. 1931 жылы 13 қаңтардағы КСРО орталық атқару комитеті мен халық комиссиялар кеңесінің қаулысымен Қарағанды уголь тресі құрылды. Ал 1931 жылы 21 қаңтарда Қарағанды көмір кен орнын игеру жоспарын туралы арнайы қаулы қабылданды. Өнеркәсіптің алпауытты дамып келе жатқан қарқынға ие болу үшін көптеген жұмысшы қолдар қажет болды. Жұмысшыларды ерікті түрде, жоспарлы түрде жалдау және бірқатар жағдайларға байланысты болғанына сұраныс қанағаттандырылмады. Ал 1929 жылдың аяғы мен 30 жылдардың басында кеңес мемлекеті кулактарды жоюды заңдастыратын бірқатар жарлықтар қабылданды. Қазақ Одағы Республикасының жаппай көшіру басталды. Арнайы қоныстанушыларды құрылыста және шахталарда пайдалану үшін Ішкі істер халық комиссариатының дирекциясы шаруашылық орындарымен жасалған келісімдер негізінде жүзеге асырылды. Арнайы қоныстанушылар әртүрлі кәсіптермен айналысты. Кеншілер, металлургтер, құрылысшылар, Қарағанды уголь тресінің арнайы қоныстанушылардың жұмысы жүктелді. Оның жанында арнайы қоныс аудару бөлімі болды. Оның бұйрығымен келгендердің барлығы арнайы шахталарда жақын еңбек қоныстарына тағайындалды. Бұл Майқұдық, Пришахтинск, Жаңа Тихоневка, Компанийск, Жаңа Узинка болды. Арнайы елді мекендердің тұрғындары кеңес мемлекетінің заңдары мен жергілікті әкімшілік органдарының бұйрықтарының орындалуына қадағалайтын коменданттар тағайындалды. Бұл жергілікті елді мекендер қоныстанушылары материалдарды пайдаланып, таза жерден өз қолдарымен салынып тұрғызылды. 1932 жылы Қарағанды уголь тресінде жұмыс күшінің жалпы өсуіне 53% арнайы қоныс аударушылардың санын қамтыды. Болашақта Қарағанды облысы 30 жылдарынан бастап кулак деп аталатын шаруа қожалықтарының шаруалар үшін жер аударылған. Депортациялардың этникалық құрамы әртүрлі болды. Кулактардың негізгі бөлігі орыстар, украиндар және немістер болды. Бірақ олардың арасында көптеген қазақтар, поляктар, белорустар, татарлар, еврейлер, эстондар, молдавалықтар, армяндар, литвалықтар және тағы басқалар болған. КСРО-ның басқа облыстарымен темір жол байланысы болмағандығынан елдің негізгі экономикалық орталықтандырған мыңдаған шақырым қашықтықтан және халық өзі орналасқан жерде бассейн құрыла басталды. Техникалық жарамсыз болды. Электр қуаты жетіспеді. Кеншілерде қолданылатын алғашқы энергия салынып жатқан көмір бассейні өсіп келе жатқан сұранысына қанағаттандыра алмады. 30 жылдардың екінші жартысында кеңес үкіметі жүргізілген халықтардың жер аударуы кеңейткен кезде Қарағанды облысында арнайы қоныс аударушылары көбейді. 1936 жылы сәуірде поляктарды Украин КСР-нен Қазақ КСР-не саяси сенімсіз етіп қоныс аудару туралы КСРО халық комиссарлар кеңесі қаулы қабылданды. Яғни поляктардан басқасы неміс отбасылары да қуылды. Болашақта күрдтер мен ішінара армяндар сенімсіздер санатынан қосылды. Кәрістердің Қазақстанға қоныс аудару негізгі қаулысы 1937 жылы қиыр шығыс аймағында шекара аудандарының шығарылуы болды. 1938 жылы ирандықтар Әзербайжан КСР шекаралас аймақтарынан Қазақ КСР-ге қоныс аудару туралы жарлық шығарылды. Соғыс басталған кезде 1941 жылдың тамызында неміс халқы диверсанттар, тыңшылар, фашистік мүшелер деп жарияланып, үйлерінен күштеп шығарылды. 1943 жылы 1944 жылдар аралығында Кеңес одағы үкіметінің шешімдеріне сәйкес Карачаевтар мен ингуштар, балкарлар,
және Қырымда тұратын армяндарға қарсы қырғындар жасады. Бұл халықтардың бәрі сатқын, халықтардың жауы деп жарияланып, туған жерлерінен жер аударылды. Осылайша 30-шы жылдардың аяғында Қазақстанның көмір өнеркәсібі барлық жұмысшылардың, оның ішінде арнайы қоныс аударушылардың еңбегінің арқасында КСРО индустрияларында үлкен рөл атқарды. Қарағанды көмір бассейнінде орташа тәуліктік көмір өндіру жылына орта есеппен бір бірлікке 729 тоннаны құрады. Яғни 1932 жылға қарағанда 6,5-ке жоғарылап көтерілді. Бірақ бұл көптеген құрбандардың бағасымен көрсетілді. Бірнеше апта ішінде мыңдаған адамдар малды тасымалдауға арналған тауар вагондарына, яғни бір вагонда 40 адамнан және ОГПУ қызметкерлерінің күзетімен белгіленген жерге дейін жеткізілді. Қашқан жағдайда күзет ескерту сатуға міндетті болған. Қоныс аударушылардың арасында қарттар, балалар, ауру және жүкті әйелдер болды. Дегенмен көбісі жұқпалы аурулардан қайтыс болды. Еңбек қоныс аударушылардың негізгі бөлігі көмір саласында жұмыс істеді. Олардың қатысуымен 8-ші, 9-ші, 12-ші, 18-ші шахталар салына бастады. Кәсіпорындарда қатаң еңбек режимі енгізілді. Кез келген жұмысқа 20 минуттан артық негізсіз кешуге болмауымен теңестірілді. Ал қайта кешігіп келсе, жұмыстан бірден шығарылған екен. 1940 жылы аптасына 7 күндік жұмыс және 8 сағаттық жұмыс күні енгізілді. Олардың материалдық тұрмыстық жағдай өте ауыр болды. Бірақ барлық қиыншылықтарға қарамастан олар көмір өнеркәсібінің дамуына елеулі үлес қосып, барлық жұмысшылармен бірдей еңбек етуді жалғастырды. Осы халықтың арқасында 30-шы жылдардың басында ел үшін көмір от жағушыларын алып құрылысы басталуына мыңдаған қарағандылықтар осылай өсе бастады. Ал Ұлы Отан соғысы жылдарында депортацияланған халықтар Қазақстанның барлық еңбекшілерімен бірге жауды талқандатуға зор еңбек үлесін қосты. Олар майданға көмектесіп өз жұмыстарын абыроймен орындады. Бұл туралы бүгінге дейін ұмытуға болмайды.